жылы июнь айында Алматыға барып жағымнан операция болдым. Онкология, доброкачественный опухоль 2 степендейді, бірақ ол операциядан кейін 4 айдан кейін тағы да шықты, тағы операцияға болдым 4 айдан кейін. Оған дейін лучевая терапия алдым 20 рет сахарный заводта. Сосын екінші операцияны тағы сол 19 жылы ноябрь айында істедім, декабрьде шығып келдім. 5 рет химия алдым, сонымен жүрдім. Алдын естіген бұл нанобазамды, бірақ қызықпадым, ақшам болмаған үшін жүгірмедім, алмадым. Содан 22 жылы Роза ханым маған осыны ішкізуді талап етіледі, мен ала алмадым, сенбедім, жүрдім, алмадым. 24 жылы май айында, апрель айында қайтадан Алматыға барып, 3-ші рет операция болдым жағымнан. Содан шығып 4 рет химия алдым. Осы мына екеуін алып бастап іштім, 8 флакон тауыстым. Одан кейін мынау смартпенен гормон люкс ішіп жатырмын. Қазір үзген жоқпын, 1,5 жылдан бері осыны ішемін. Енді әр 3 айда Алматыға барып, өздері КТ қылады, сол жақта тексереді, контрастын КТ түсіреді. Әр 3 айда баратын ем, августте барғанымда, ол жақтағы врачым Филиппова деген орыс кісі, енді келме деді. Онкологияның ізі де қалып тұрған жоқ сенде деді. Енді маған ләжі болса 6 айдан кейін кел деді. Бірінші Аллаға шүкір, Аллаға сенем. Алла екінші осы нанобазам арқасында онкология менде жоқ болып тұр әзір. Енді Құдай қаласа февраль айында барып тексерілем дағы. Керемет результат, Аманкүл ханым. Жасыңыз нешеде? Жасым қазір 61-де. Жақсы результат алыпсыз.